Ұзындығы 104 метрлік мына көпірді Шымкент жұртшылығы алтын көпір деп атайды. Себебі тәуелсіздік саябағын аралаған кез келген адам осы көпір арқылы Ордабасы алаңына өте алады. Есесіне жер ана монументімен танысып, Қошқар ата рухымен тілдеседі. Армысыз көрермен, эфирде Шырайлы шаһар бағдарламасы. Сіздермен бірге Серік Жұмабек. Шымкент қаласындағы әйгілі Ордабасы алаңы 18 ғасырда 300-дің басын біріктіру мақсатында келісім жасалған тарихи орын. Ол қазіргі Қазыбек би, Төле би және Әйтеке би көшелерінің қиылысында орналасқан. Аталмыш алаңда айрықша архитектуралық келбетімен көзге түсетін жер ана тәуелсіздік монументі бар. Биіктігі 34 метрлік композиция туған жердің кеңдігін, бейбітшілік пен халықтар достығын бейнелеп тұр. 2009 жылы салтанатты түрде ашылған жер ана тәуелсіздік монументі 3 қырлы стелла түрінде салынған. Әрбір жақтауында ұлы билердің ұлағатты сөздері жазулы. Ал ұшар басында бақытты әйел образын бейнелейтін жер ана мүсіні тұрғызылған. Архитекторлар тарихи ескерткіш орнатуға 1,5 ай жұмсапты. Таңғаларлығы бұл жерде бұдан бұрында ескерткіш болған көрінеді. Жер ананы мүсінді қою үшін біз сол монументті соғып жатқан кезде 15 метр фундамент құйғанбыз. Сонда 12 метрдің жердің астында Сталин монументінің пьедесталын таптық. 12 метр астында. Сонда байқадыңыз ба? Сталиннен кейін 12 метр жер көтерілген. 12 метр. Ордабасы алаңының екінші бөлігінде Абдул Хамид Хаттани мешіті де бар. Шымкент қаласы мегаполисті атанбай тұрған уақытта облыстық мешіт қызметін атқарған. Қазір шаһардағы 106 мешіттің қатарында халықтың рухани қажеттілігін өтейтін орын саналады. Біздің артымызда көріністе тұрған Абдул Хамид Хаттани дәл қазіргі таңда Әл-Фараби аудандық орталық мешіті. Бұл мешіт Қошқар ата өзені мен жер ана монументінің арасында Ордабасы алаңында орналасқан әсемде көрікті мешіттердің бірі. Халықтың арасында бұл мешіттің орны ерекше. Оның үстіне мына біздің жоғарғы жағымызда тәуелсіздіктің 20 жылдығы саябағы бар. Айналасында халықтардың көп шоғырланатын жері көп болғандықтан мына мешітке келуші жамағаттың да саны басқа мешіттермен салыстырғанда қаламызда ерекше. Шымкент шаһарын тамашалауға келген турист міндетті түрде Ордабасы алаңы арқылы Қошқар ата өзеніне өтеді. Жалпы көлемі 13 гектарды алып жатқан аумаққа 2013-2014 жылдары абаттандыру жұмыстары жүргізіліп, 1200 метр жерді халықтың сүйікті демалыс орнына айналдырған. Аңыз бойынша Қошқар ата өзені Қазығұрт тауының төменгі тұсынан бастау алады. Жалпы ұзындығы 78 шақырым. Жер ана монументінің жанынан ағып жатқан мына Қошқар ата өзені қаланы қақ жарып өтетін және осы жерден бастау алатын әлемдегі жалғыз өзен. Байқасаңыздар, судың тұнықтығы сонша, ішіндегі балықтар анық көрінеді. Ал бұлақтың арнасын су шаймас үшін мынадай қиыршық тастармен арнайы бекітілген. Бір қызығы, судың температурасы жазда салқын, қыста жылылығымен ерекшеленеді екен. Тіпті жылдың 4 мезгілінде плюс 11 градусты ұстап тұрады деген ақпаратта жоқ емес. Елімізде Қошқар ата деп аталатын ауылдар мен өзен сулар жетерлік. Тіпті Қырғызстан мен Өзбекстанда да бар. Шежірешілердің айтуынша, елімізде мұндай атау иеленген 11 мекен бар көрінеді. Ал Шымкент қаласындағы Қошқар ата кесенесі 1961 жылы салынып, оған әулиенің сүйегі жерленген. Бұл Қошқар атамыз өте көне әулие. Бұл Қошқар атамыздың еңбегі орасан зор. Қалғына деген. Мына осы Шым қаланың ең бірінші іргетасын қалаған кісі осы Қошқар ата бабамыз болады. Бұл кісі көп елді аралаған, жүрген жерінде мұжиға дейді, былайша қазақшалап айтқан кезде әр адамға Алла тағалам қасиет береді. Сол қасиетті бұл кісіге көбірек берілген. Міне бұл жерге жұрттың келіп, Қошқар ата бабамызды сондай Алла тағаланың сүйікті пендесі болған екен, сол кісінің рухына, өзінің ата-бабаларына келіп, жұрттар Құран бағыштатып сөйтіп отырады. Иә, тек қала тұрғындары ғана емес, еліміздің өзге өңірлерінен де келушілер көп. Олар бойына қуат, ауруына шипа іздеп, әулиенің рухына Құран бағыштап, дұға жасайды.
Біздің қазақтың жерінің барлығы да киелі, қадірлі қасиетті топырақ бұл. Мына Шымқаладағы Қошқар ата әулиенің басында денсаулығына байланысты талай адам келіп осы жерге тәу етіп кетеді. Соның бірі менмін. Көзіме ота жасатқам, біраз күн бұрын. Енді мына қызықты қараңыз. Ордабасы алаңынан Қошқар ата бұлағына дейін 102 бұлақтың көзі бар деседі. Бірақ мұнда алғаш келген кез келген турист оның бәрін көре алмау мүмкін. Себебі ірілі ұсақты бұлақ көзінің барлығын іздеп табу өте қиын. Шымқаламыздың ортасында тұрған Қошқар ата өзенінің бойында тұрмыз. Қазақстанның әр шалғайынан зиярат етушілер көбею үстінде. Бұл елді мекендер ғана емес, біз Германиядан, Швейцариядан және де Россиядан келіп жатқан адамдарды өз көзімізбен көрдік. Жаздың күні бұл жерге 5 мың, 10 мыңға дейін шомылушылар күнде көбейеді. Мына инсульт, инфаркт ауруларына және де мына тері ауруларына емдік қасиеттері жақсы. Иә, қалыс естіген жоқсыз. Қошқар ата өзеніне шомылып, бір жұтым су ішу үшін мұнда Германиядан, Швейцариядан келетіндер бар. Бәрінің көксегені қазақ даласындағы осынау табиғи емдік судың қасиетін сезіну, ауруына ем табу. Судың құрамын зерттеген мамандар пайдалы минералдардың көп екенін анықтаған. Тиісінше түрлі тері ауруларынан бастап, ішкі ағзалардағы сырқатты да сақайтады. Бастысы келіп көру керек. Мен Жетісай ауданынан келдім. Бұл судың жанында бұрыннан білем, қасиетті су, қатесі суының барын. Мені аяғым ауырады, соның жанындағы аяқты суға салам. Мен Қазығұрт Мөлтек ауданынан келіп тұрам, аптасына 2 рет. Осы суды алуға әдейі келіп тұрам. Осы судың пайдасы мол, біраз минералды заттары бар құрамында. Егер жер астынан шығып жатқан бұлақ суының арнасы шөп шалаңға булықпай, еркін ағатын болса, Шымкент қаласының ылғалдығын сақтап қана қоймай, 600 гектарға жуық жерді суаруға жететін көрінеді. Өзеннің шипалық қасиетін былай қойғанда, шаһардың микроклиматтық жағдайын реттеуге де әсері мол. Тіпті кейбір өзге мемлекеттерде мұндай өзендерді жасанды әдіспен жолға қойып, пайдаланып әлек. Ал бізде тиісінше толық қорғауға алынған. Қазіргі таңда Қошқар ата учаскесінде 32 адам қызмет етеді. Оның тең жартысы қыз келіншектер, жартысы ер жігіттер. Олардың күнделікті жұмыстары аумақты тазалап та, күнделікті тәртіпке келтіру жөнінде тазалықты айнадай ұстап, көгалдандыру, абаттандыру мақсатында үлкен жұмыс істейді. Ең басты көңіл бөлетін мәселеміз осы демалушыларға жағдай жасау. 5 бейнебақылау камералар орнатылған. Ол тек қана қалалық ішкі істер бөлімінің орталық бақылауына қосылған. Қандай жағдайда болса оның бәрін бақылауда алынады. Ал енді алдымызда 2020-ға керемет әлі жоспарларымыз бар. Біз енді үлкен бір Арбатқа жеткізбесек те, Арбатқа ұқсас деген ойларды біз мақсаттарды іске асырамыз. Өзен жағалауын күтіп баптау мен абаттандыруда тек экологиялық тазалық қана емес, туризм индустриясы деген үлкен мәселе деп қарау қажет. Бұл тұрғыда Қошқар ата өзенінің маңызы зор. Тек талайды тамсандырған қасиетті жердің қадіріне жетсек игі. Ең дұрыс деген жұмысымыз мен Қошқар атаны ашқанымыз. Бұндай нәрсе басқа қалаларда жоқ. Маған бір Израильден келген бір сәулетші сонда айтушы еді, мыналарың біз анау еврейлер шомылып жатқан суымыз 1000 ретінен лай, мыналарың Құдай берген нәрсе ғой. Бізге сатып жіберіңдерші осы жерден ашайық дейді. Біздің мен айттым, бұл сатылмайды нәрсе ғой. Жазушы Жүсіпбек Аймауытов өзінің Ақбілек романын осы Қошқар ата өзенінің бойында жазған деген дерек бар. Қасиетті бұлақтың басына келіп тұрып қалай бір ұрттам су ішпей кетуге болады. Расымен бойыңа күш-қуат тартып, санаң мен тәніңді сергітетін су барды бағалап қасиетті тани жүрейік. Бұл Шырайлы шаһар бағдарламасы. Амандықта жолығайық.